Батыс Қазақстан облысында полиция бастығы қаза тапты. 5 қазанда сағат 1:00 шамасында Шапаев Жаңақала тас жолының 124 шақырымында жол апаты болды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, 37 жастағы Chevrolet Cobalt тізгініндегі 37 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай көлік аударылған. Аталған факті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабы жол қозғалысының ережелерін бұзу бойынша тіркелді. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы жедел жәрдем станциясының пультіне сағат 1:18-де шақырту түскен хабарлады. Дәрігерлер бригадасы сағат 1:22-де оқиға орнына шұғыл жеткен, алайда зардап шеккен адам олар келгенге дейін көзін жұмды. Көлік тізгінінде Жаңақала ауданының жергілікті полиция қызметі бөлімінің бастығы Руслан Асқаров болғаны белгілі болды. Көлікте ол жалғыз болған. Қызметін орындау кезінде оның қасында басқа полиция қызметкерлері болған-болмағаны әзірге белгісіз. Басқа мәліметтер анықталу үстінде. Батыс Қазақстан облысында полиция бастығы қаза тапты. 5 қазанда сағат 1:00 шамасында Шапаев Жаңақала тас жолының 124 шақырымында жол апаты болды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, 37 жастағы Chevrolet Cobalt тізгініндегі 37 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай көлік аударылған. Аталған факті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабы жол қозғалысының ережелерін бұзу бойынша тіркелді. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы жедел жәрдем станциясының пультіне сағат 1:18-де шақырту түскен хабарлады. Дәрігерлер бригадасы сағат 1:22-де оқиға орнына шұғыл жеткен, алайда зардап шеккен адам олар келгенге дейін көзін жұмды. Көлік тізгінінде Жаңақала ауданының жергілікті полиция қызметі бөлімінің бастығы Руслан Асқаров болғаны белгілі болды. Көлікте ол жалғыз болған. Қызметін орындау кезінде оның қасында басқа полиция қызметкерлері болған-болмағаны әзірге белгісіз. Басқа мәліметтер анықталу үстінде.